Бір қазақ жігіті ақштағы даңқ аллеясында күннен күнге ары бері жүгіріп жүр ғой. Бір күні Қайрат Нұртасты кездестіреді. О, Қайрат Нұртас, ассалаумағалейкум. Мен бұл жерде жұлдыздарды іздеп, фото жасаймын деп таба алмай жүрмін десе. Қайрат: міне, таптың дейді. Сонда жігіт: қайда, кім, көрсетші. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме дейді ғой. Сонда кімге өкпелеу керек? Мама мен папаға ма? Қара, қандай ұзын адам. Иә. Ал сен бойы ұзын адам болғың келе ме? Жоқ, жоқ. Мен биіктіктен қорқам. Баяғыда достарыма, таныстарыма комедия жанрының әртісі боламын деп жүргенімде бәрі қатты күлетін. Енді комедияшы болдым. Ешкім күлмейді. Көршінің қызы керемет еді, әкесі оның жақсы адам. Бір күні әкесі жаман іс жасапты. Сол күні қызы страшный болып кетті. Жаңалық. Әйгілі гольф ойыншысы Тайгер Вудс өз әйеліне 119 рет қарым-қатынастық алдау жасады. Әйелі оны кешірген екен. 120-шы опасыздықтан кейін әйелі: мен сенен мұндайды күтпедім деп ажырасып кетеді. Әйелі үйіне ашулы келіп күйеуіне: бүгін Қайрат футбол командасы матчты жеңіп шықпағандықтан менің бастығым соншалықты ашуланып, мені лауазымнан төмендетуге жақын болды. Мен бұдан әрең құтылдым. Сұмдық. Сонда күйеуі: Қайрат жеңілді ма? Қыз жігітінен сұрайды: сен мені қаншалықты жақсы көресің? Өте жақсы көремін. Өз махаббатыңды немен салыстыра аласың? Менің жүрегім смартфон болса, сен оның сим-картасысың. Вау, керемет, дейді қыз. Сол кездегі жігіттің ойы: менің смартфоным 2 сим-карталы екенін білмейді ғой. Жаным, мені ұшақпен командировкаға жібереді екен. Маған қорқынышты. Ешқашан ұшқан емеспін. Менімен бірдеңе болып қалса ше? Бәрі жақсы болады деп айтшы маған. Әйелі: уайымдама, бәрі жақсы болады. Егер сенімен бірдеңе болып қалса, мен сияқты әдемі әйел басқа күйеу таба алмайды деп ойлайсың ба? Бір ауылда бір қыз суға бара жатыр екен. Оның артынан басқа бір ауылдан келген жігіт еріп келеді. Қыз оны байқап: ұнап қалдың ба? Әлде маньяк па деп ойлап, бет бұрмай ары қарай жолын ұстап бара жатыр. Сонда жігіт: тоқтаңыз сұлу қыз, су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз, атыңыз кім болады? Танысып көрмеген бұрын қызбен, дейді. Қыз бұрылып майысып: сен маған әйгілі әннің сөздерімен подкат жасап жатырсың ба, немене? Десе, жігіт: ойбай, кешіріңіз, мен сұлу қыздың артынан келе жатырмын десем деп қашып кетті. Мектеп кезінде естіген бір әзіл есіме келді. 70-80 жылдар бір қазақ жігіті Мәскеуге барыпты. Қаланы аралап, серуендеп келе жатып, бір уақытта туалетке қатты барғысы келіпті. Туалетті тауып қараса, Ж деген әріптер жазылу тұр. Көп ойламай жыға кіріп кетеді. Іштен қыздар айқай-шумен сыртқа қашып бара жатыр екен. Сонда біздің жігіт: ей, қыздар, не болды? Қашпаңдар, мен де Жамбылдан келдім ғой, депті. Досыма сұрақ қойып жатырмын. Неге тұнжыраған адам сияқты қабағыңды түйіп отырсың? Сонда досым: анекдоттар оқып отырмын, дейді. Мен ерінмен оқуды үйрендім. Енді балықтардың не айтып жатқанын білемін.
Ә? Не дейді екен? Оп, 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 оп дейді. Бұл нені білдіреді? Аудармасын білмедім әлі. Әйелі күйеуіне: жаным, ресторанға барайықшы. Мен үйленген әйелдермен ресторанға бармаймын. Есің дұрыс па? Мен сенің әйеліңмін ғой. Ешқандай ерекшеліктер жоқ. Айналаның бәрі ұрсады бізді. Стоматолог: тісіңізді дұрыс тазаламайсыз. Психолог: сіз қате өмір сүріп жатырсыз. Диетолог: сіз дұрыс тамақтанбайсыз дейді. Ал алкоголь сатушысы: таңдауыңыз дұрыс. Әкесі өз баласын жүзуге үйретпекші болады. Жүр, бассейнге барып сені жүзу үйірмесіне берейік. Сол бассейнге келіп, инструкторды шақырып алып: менің баламды алыңызшы, өзін суда өте жақсы ұстайды, мүлдем батпайды, бірақ вообще жүзе алмайды екен дейді. Сонда инструктор: папа Карло, қалжыңдап тұрсыз ба? Бұл ағаштан жасалған қуыршақ Буратино ғой. Бір ер адам цирк әртісі ме білмеймін, әйтеуір үйінде маймылы бар екен. Бір күні сол маймылмен бірге прикол ретінде маймылдар әлемі деп аталатын кино қарамақшы болады. Сөйтіп бір жарты сағаттан кейін кино бітеді ғой. Ер адам өз маймылына мүмкін бірдеңе түсінген шығар деп қарап қояды екен. Сонда маймыл: бұл шын оқиға емес, жай ғана кино ғой, қорықпа, ондай болмайды. Кешіріңіз, сіз тек өкпелемеңіз. 1000 рет кешіріңіз. Сізді бағанадан бері байқап тұрмын. Тек өкпелемеңіз. Түріңіз ақымақ адамға ұқсайды екен, ашуланбаңыз. Тағы да кешірім сұраймын. Мен режиссермін. Қазір ақымақ жайлы фильм түсірейін деп жатырмын. Сол менің кинома актер болып шақырайын деп едім сізді. Қалай қарайсыз? Мақұл, кімді ойнау керек? Бір қыз өз жігітіне жүгіріп келіп: кеш бір ойын ойнайықшы дейді. Жігіті: қандай? Біз бір-бірімізге кезектесіп комплимент айтамыз. Сөз жетпей бірінші кім тоқтаса, сол ұтылады. Жақсы, келістік дейді жігіт. Сен баста. Қыз: туф, ештеңе таппадым. Сен жеңдің дейді. Бір апаның үйіне біреу есік қағады. Апа есік ашса, қолында шаң сорғыш ұстап тұрған жарнамашы маркетолог тұр екен. Екінші қолында көңге толы пакеті бар. Бір сәтте апаның кіреберісіне сол пакетті аударып лақтырып жібереді де: апа, мен осы көңді мына шаң сорғышпен 5 минуттың ішінде жинап алмасам, өзім жеп қоямын дейді. Сонда апа: мә, саған кетчуп пен майонез алып келейін. Біздің үйімізде электр қуатын кешке дейін өшіріп тастапты деп. Келінім, 5 бармақ дайындаймыз ба? Иә, дайындаймыз. 5 бармақ керемет және дәмді болып шығу үшін не керек? Қайненем залға барып, диванға отырып, үндемей телевизор қарап отыру керек. Қызым, сен күйеуге шығайын деп жатырсың ғой. Мен саған бір кеңес берейін. Күйеуіңмен ешқашан спорласпа. Жыла, сразу жыла. Киімді дұрыс және жақсы үтіктеу үшін не істеу керек? Киімді аласың да, қалай болса солай үтіктей бастайсың. Соны көрген әйелің дұрыс емес деп бәрін дұрыс және жақсы үтіктеп тастайды. Жолдан өтіп бара жатқан біреу екіншіден сұрайды: сен неге екі жаққа қарап жатырсың? Бұл жерде бір жақты қозғалыс қой. Бұл Шымкент. Екі жаққа емес, жоғары қарауға да кеңес береді. Әйелім көлікті қоршауға сырып кетсе, ештеңе етпейді дейді. Жолдағы шұңқырға тарс етіп дөңгелегін соққанда, ештеңе етпейді дейді. Ал ағаштың астына қою оған қорқынышты екен. Құстар ұшып қояды дейді. Саяси әзіл. Ұрладың ба? Иә, ұрладым. Ұят па? Иә, ұят. Қалай өмір сүресің енді?
бай болып өмір сүремін. Әйелі күйеуіне: ей, сенің неке сақинаң қайда? Шешіп қойдың ба? Неге? Күйеуі: мен өйткені даластық қой, саусағым терлейді. Бір ауылда бір ер адам көршінің ауласына қараса, сол көршінің әйелі мен баласы ағаш кесіп тұр екен, ал өзі домбыра тартып отыр. Сонда ер адам: әй, көршім, саған ұят емес пе? Деп сұраса, көршісі: ұят, бірақ мен не істеймін, олар домбыра тарта алмайды. Ресей мектебінде: Вовочка, сен неге кешігіп келдің? Апай, мен картошканы жарет еттім, дейді. Апай анасына көмектеседі екен деп ойлап: жақсы, кіре ғой, дейді. 5 минуттан кейін: кешіріңіз, деп класқа бір қыз кіреді. Сонда апай: картошкина, сен неге кешігіп келдің? Көршілердің әңгімесі: мә, үйімде тарақандар көбейіп кетті, не істерімді білмей жүрмін. Сен қарындаш алсай, көмектесу керек. Бір аптадан кейін кездесіп: қалай, не істедің, алдың ба қарындашты? Иә, рахмет, енді мазаламайды. Бір бұрышта жиналып, сол қарындашпен суреттерін салып жатыр. Әйелі мен күйеу сауда үйіне барып, әйеліне жаңа киім таңдап жатыр екен. Бір көйлек кисе, күйеу онша емес дейді. Екінші көйлек кисе, ол да онша емес дейді. Сөйтіп, 10 шақты түрлі түсті киімдер ұнамайды екен. Енді бір рет әйелі киіну бөлмесінен шықса, күйеуі: шеш мынауыңды, вообще жараспайды саған, чопапала, десе, әйелі: жаным, мен бұл киіммен үйден келдім ғой. Баласы үйіне келін әкеліпті. Мама, папа, бұл менің болашақ әйелім, бірақ оның жасы 50-де. Ата-анасы: мә, оның 4 баласы бар. Ойбай, бұрынғы күйеу квартирасын өзіне қалдырыпты. Енді ол балалармен бірге бізбен тұрады. Ата-анасы: мәссаған. Оның аты қолтық шаш. Ата-анасы бір-біріне таңырқап қарап тұрады. Сонда баласы: не бол? Мен қалжыңдап тұрмын ғой. Ата-анасы фух деп тұрғанда баласы: оның аты Сәуле. Сақал мұртыңды неге алмайсың? Менде ешкім жоқ қой, кім үшін алам оны? Өзің үшін алмайсың ба? Өзім үшін мен пиво алам. Әрбір ер адам ерте ме кеш пе үйлену керек. Қалай қарасаңыз да, бақыт өмірдегі ең маңызды нәрсе емес қой. Осы сенбіде үйлену тойына бару керек, соншалықты барғым келмейді, білесің бе? Барғың келмесе барма, ауырып қалдың де. Қалай бармаймын, үйленетін күйеу мен ғой. Білесіздер ме, неге Қазақстан кезінде коронавирустан өз вакцинасын ойлап таба алмады? Өйткені не жасап шығармаса да, соңында қымыз шыққан екен. Киімде Нью-Йорк немесе Париж деген жазуды көрсең, бұл адам турист екенін түсінесің. Ал егер киімде Қазақстан деген жазу болса, бұл спортсмен. Әке, мама көлікті сенен гөрі жақсы айдайды екен. Неге? Сен айттың ғой, ручной тормозбен 1 метрде жүре алмайсың деп. Мама бар ғой, онымен бүгін 12 километр жүріп өтті. Дәрігер науқасқа: менің сізге 2 жаңалығым бар. Біреу жақсы, екіншісі жаман. Қай жаңалықтан бастайын? Ал жақсысынан бастаңыз. Сіз үшін енді пенсияға қатысты проблемалар маңызды емес. Бір-бірін көптен көрмеген 2 дос кездесті. Біреуі: екеуміз бұрынғыдай барға барып, сыра, коньяк ішіп, әңгімелесейік, дейді. Екіншісі: кешір, бара алмаймын. Маған алкоголь ішуге тыйым салынды. Ойбай, не болды? Не дейді дәрігерлер? Қайдағы дәрігерлер? Менің әйелім ғой.
бір жігіт вокзалда өз пойызын күтіп тұрғанда дәретханаға қатты барғысы келіпті. Дәретхананы тауып, бос тұрған бір кабинаға кіріп, өз ісін жасауға дайындалып отырады. Бір уақытта көрші кабинадан дауыс. Қалайсың? Жігіт, жақсы дейді. Не істеп отырсың? Тышып отырмын, қайтесің? Сосын не істейсің? Сосын пойызға отырып Астанаға кетемін дейді. Алло, желіде бола тұрш, менімен бұл жерде біреу сөйлесіп жатыр. Жұмыс орнында екі достың біреуі. Болды, мен шаршадым, үйге барам. Қалай? Жұмыс уақыты біткен жоқ қой әлі. Қазір көресің деп люстраға ілініп алды. Соны көрген бастығы. Ей, сен не істеп жатырсың? Мен шаммын, жарықтандырып жатырмын бұл жерді. Бастығы. Мә, сен шаршаған сияқтысың. Бар, үйге қайтшы, ертең кел деп. Досы таң қалыпты ғой. Көп ұзамай өзі бір сөз айтпай киімін алып досының артынан кетіп бара жатыр екен. Бастығы. Нұрбол, сен қайда бара жатырсың? Кешіріңіз, бірақ мен қараңғылықта жұмыс істей алмаймын. Әкесі мен баласы балабақшаға бара жатыр. Баласы жолдың шетінде тұрған алуан түрлі наклейкалары бар ескі джипті көріп. Папа, қара қандай крутой джип. Әкесі. Қайдағы крутой? Әлемдегі ең нашар мәшіне ғой. Наклейкалары күшті ғой. Оларға қарама, көзіңді алдайды, кеттік дейді. Баласы. Жарайды, деп екеуі кетеді. Кешке қарай үйге қайтып келе жатқанда, сол баяғы джип, капоты ашық, иесі бірдеңе шұқылап тұр. Сонда баласы көлікті көрсетіп, әлемдегі ең нашар мәшине, дұрыс па? Деп айқайлайды. Сол кезде иесі бұрылады екен. Әкесі көп ойламай. Балам, кім үйретіп жүр ондайды? Бұл өте мықты және төзімді мәшине, білесің бе? Наклейкалары деген, вау! Кеттік! Бір қазақ Мальдив аралдарына жалғыз барып, біреулерімен танысып, әңгімелесіп, демалғысы келген екен. Сөйтіп бір пирстің жанында жақсы киінген, қолдарында қымбат сағаттары бар бірнеше жігіттерді кездестіреді. Тыңдап қалса, орысша сөйлеп жатыр екен. О, біздікілер ғой деп қастарына барады. Ребята, давайте вместе потусим, пообщаемся, десе. Олар. Извини, браток, ты не вписываешься в нашу компанию. Чтобы с нами тусить, у тебя должен быть трехэтажный особняк. Есть? Нет. В гараже Range Rover и Mercedes есть? Нет, все понял, пацаны, деп біреуге қоңырау шалады. Алло, мұқият тыңда мені. Менің особнягымның 4-ші мен 5-ші қабаттарын бұзасын, сосын гараждағы Lamborghini мен Ferrari'ларды біреулерге сыйға беріп, Range Rover'лер мен Mercedes'тарды сатып ал. Арақ ішуді негізі жақсы көрмеймін. Бірақ оны біреу тырысып жасады ғой. Ежелгі замандарда адамдар аз ауыратын. Негізі бір рет ауыратын. Дәрігер науқастан сұрайды. Ішесіз бе? Науқас. Бар ма? Өмір шындығы. Таңертең тест жасадық. Балалы боламыз. Әйелім 2 қабат. Мәзбіз. Кешке қарай бір-бірімізбен жан жалдасып жатырмыз. Баламыз қай оқу орнына барады деп. Болды, мен боспын. Саған жыл жейін деп жатырмын. Жейтін бірдеңе бар ма? Ірімшік пен бутерброд жейсің бе? Әрине жеймін. Онда жолда келе жатқанда нан мен ірімшік ала кетші дүкеннен. Әйелдер шашын бояйды, бетін бояйды, кірпік ұзартады, ерінді үлкейтеді, денесіне силикон қосады. Осының бәрін ескере отырып былай дейді. Әлемде нағыз еркектер жоқ. Таңертең көзімді ашсам, сағат 6 көрсетіп тұр. 5 минутқа көзімді жұмып ашсам, сағат 9 болыпты. Мектепте сабақ кезінде 9:45-те көзімді 5 минутқа жұмып ашсам,
Сағат әлі де 9:45-ті көрсетіп тұр. Балабақшада тәрбиеші кішкентай Айбектен сұрайды. Сен өскенде кім болуды армандайсың? Мен әкем сияқты банкир болуды армандаймын. Тәрбиеші: Керемет, сенің әкең банкир екен. Жоқ, мен әкем сияқты армандаймын. Кафеде біреулермен төбелескен екі орыс пен қазақты полицияға келіпті. Полиция бастығы бірінші орысқа қарап: Мынаумен сөйлесіп, жауап алып камераға отырғызыңыз. Екіншісіне қарап: Надан да бәрін сұрап камераға отырғызыңыз. Қазаққа қарап: Камераға отырғызыңыз. Сонда қазақ: Менімен неге сөйлесіп сұрақтарды қоймайсыз деп сұраса, полиция бастығы: Қойшы, сенімен сөйлессең қазір біреудің туысы болып шығасың. Қыз бен жігіт кездесуден кейін қоштасып тұрады. Жігіт: Ертең осы жерде 12-де кездесейік. Қыз: Сен білесің ғой, мен киінгенше, боянғанша 2 сағат өтеді. Сөйтіп 14-те келем. Одан да сағат 10-да кездесейік деп айтпайсың ба? Как раз 12-ге таман осы жерде боламын. Жігіт: Қызық екенсің. Жарайды, ертең осы жерде 10-да кездесейік дейді. Қыз: Ой, ол өте ерте ғой, сол уақытта мен әлі ұйықтаймын. Сіз шарлатансыз, балгер әйел емессіз. Неге? Мен сіздің осылай айтатыныңызды білдім. Мама, қара, мен қолдарымды қолданбай сүйіп тұрмын. Бүкіл автобустың алдында айғайлап айту керек пе оны? Магнумнан доставкамен әкелетін байланған целлофан пакеттерін жыртудың орнына ашатын адамдар жалпы 2-3 жыл өмірін жоғалтады екен. Маған психолог кеше 1 сағат бойы сіз ешкімге ештеңе міндетті емессіз деп айтып, соңында сіз маған 15.000 теңге беруіңіз керек дейді. Әке, араб елдерінде күйеу жігіт қалыңдықтың кім екенін тойдан кейін ғана біледі деген рас па? Барлық жерде солай, балам, барлық жерде. Орысша айтады ғой: Русская женщина коня на скаку остановит деп. Біздікі былай: қазақ әйелі жылқыны тоқтатпай қазы істеп үлгереді. Кез келген адамға аспанда миллиард жұлдыздар бар деп айтсаң, сенеді ғой. Сенеді. Ал егер орындық раскіленген, отырма десең, оған көз жеткізу үшін сенбейтіндей қолмен тиісіп тұрады. Әйелі үйде тоқтамай ән салып жүр ғой. Күйеуі оған: Сені теледидардан көрсетпейтіні өкінішті екен. Сонда әйелі: Басқалар көріп естісін деп пе? Ұнайды ма саған? Жоға, бір кнопканы басып сені өшірер едім. Бір батыр патшаға келіп: Мен өз уәдемді орындадым, міне айдаһардың басы, деп патшаға лақтырады да: Ал сіз өз уәдеңізді орындайсыз ба? Патша бір қапты батырдың аяқ астына лақтырып: Міне сен сұраған ханшайымның қолы. Әйелі күйеуіне: Маған жаңа пальто сатып алшы. Сен менен сұрап тұрсың ба, әлде мәжбүрлеп тұрсың ба? Жаным, сен өзің шеш, сұрап тұрмын ба, мәжбүрлеп тұрмын ба? Сен еркін адамсың ғой, саған қай вариант сәйкес келетінін өзің таңдайсың. Ауруханаға жатайын деп келген жігітпен медбикенің диалогы. Тәпішкеңіз бар ма? Бар. Халатыңыз бар ма? Бар. Төсек жаймаларын алдыңыз ба? Алдым. Көрпе, жастық өзіңізде ме? Иә, сөмкемде бәрін алып келдім. Ал сізбен келген ақ халаттағы кісі туысыңыз ба, кім? Жоқ,
Сіздің ауруханаңызда болмай қалса ше деп өз дәрігерімді алып келдім. Қазақ таксисті Астанада бір Америка азаматын мінгізіп келе жатыр екен. Бір зәулім ғимараттың қасында өте келе қазақ: "Бұны біз 5 жылдың ішінде салып қойдық." Оған американдық: "Бізде ондай 3 жылда көтеріледі." Келесі күні Жапония азаматымен тура сол жерде өтіп бара жатқанда таксист: "Мына ғимаратты біз 3 жылдың ішінде көтердік" дейді. Сонда жапон: "Ой, бізде 1 жылда салынады." Үшінші күні ресейлікпен келе жатады ғой. Сонда орыстың өзі: "Оппа, мынау не деген ғимарат?" десе, біздің таксист: "Оппа, білмеймін, кеше ғана бұл жерде ештеңе болған жоқ." Екі балықшы орманда, көлдің жағалауында балық аулап отыр. Бір уақытта орманнан аю шыға келеді. Аюды көрген балықшылар қашайын деп тұрғанда, біреу дорбасынан кроссовка шығарып аяғына киіп жатыр. Сонда екіншісі: "Есің дұрыс па? Аю деген сағатына 40-50 километр жүгіреді. Бәрібір сені қуып жетеді. Маған ең бастысы сені озып кету." Әйелім екеуміз бәрін басынан бастаймыз деп келістік. Ол бар ғой, бірінші кездесуге де келмеді. Әйелдер капризді болса, қалағанын алады. Еркектер капризді болса, кешкі асынан айырылады. Кішкентай бала мен ер адамның айырмашылығы неде деп сұрайсыз. Негізінен айырмашылығы жоқ. Бірақ баланы нянямен жалғыз қалдыруға болады. Бір көргеннен ғашық болу дегенді бәріміз білеміз ғой. Біздің Сәуле екінші көргеннен ғашық болды. Бірінші рет оның қолындағы қымбат Ролексті көрмей қалыпты. Анасы өз баласын ұйықтатайын деп әндетіп отыр. 10 минуттан кейін баласы: "Мама, рұқсат етсең ұйықтайыншы, әлде сен тағы ән айтқың деп тұрма?" "Жаным, мен Золушка сияқты кір жуамын, үйді жинаймын, тамақ дайындаймын." "Мен саған үйлену алдында айтқам, маған тұрмысқа шықсаң, ертегідей өмір сүресің." Қандай рахат! Кеше досымның туған күні болды. Қанша литр арақ іштік, санай алмайсың, өте көп іштік. Бүгін тұрсам, басым ауырмайды, көңіл күйім керемет. Ертең жексенбі, жұмысқа дейін бір күн бар, рахат. Не дейсің сен? Бүгін сейсенбі. Американдықтар екі нанның арасына котлет салып, "Мынау гамбургер" деді. Итальяндықтар шелпекке ірімшік қосып, "Мынау пицца" деді. Орыстар қамырдың ішіне картоп салып, "Мынау вареник" деді. Ал қазақтар ғана қамырдың ішіне ауа салып, бауырсақты ойлап шығарды. 80 жастағы шал дәрігерге келіп: "Менің аяғым ауырып жатыр" дейді. "Қай аяғыңыз?" "Оң аяғым." Дәрігер: "Ата, сіз 80 жастасыз ғой, әрине ауырады." "Балам, не дейсің? Менің сол аяғым да 80 жаста, ол ауырмайды ғой." 90 жастағы шал бір күні өз әйеліне: "Мен сені бірінші рет көргеннен бастап, үйлену тойымызға дейін әй қыз деп атап едім. Үйленгеннен кейін әйелім деп атадым. Балаларымыз дүниеге келгеннен кейін қатын деп атағам. Есіңде ме? Енді балаларымыз өсті, біз қартайдық. Сені кемпір деп атап жүрмін. Сенің атың кім вообще?" Бір ер адам травматологқа келіпті. Дәрігер: "Ал, айтыңыз, не болды?" Ер адам: "Қабырғамды қарай салыңызшы, сынған сияқты ма, білмеймін." Дәрігер қабырғасын тексеріп: "Дәл айттыңыз, сынған екен. Бұл қалай болды?" Ер адам:
Кеше үйге келіп әйеліме: Айгүл, бүгін бірдеңе бола ма бізде десем, ол шынтағымен қабырғамнан бар күшін салып ұрып жіберді ғой. Қаншалықты жиі болады ондай сіздерде? Бірінші рет. Оның есімі Айгүл емес, Ажар ғой. Бір ұл бала газетке жазыпты: менің әкем Роза Рымбаеваға өте қатты әуес. Бірдеңе істеңізші. Хатты жазған 9 жастағы Кенжебеков Роза. Робин Гуд орташа табысы бар адамдармен кездескенде абдырап қалады екен. Әрбір әйел үй шаруашылығында өз кінәсін сезінетін күйеуден пайдалы ештеңе жоқ екенін біледі. Автобуста Каспий QR істемей қалса не істейсің? Дәрігер шақырыңдар деп айқайлаймын. Неге? Жүрегің тоқтап қалады ғой. Балаң оқуға түсті ме? Жоқ, бірақ Каспий ретке өтті. Қандай мамандық? Айлық көрмей айфон алу өнері. Жаным, мені осы шалбар семірте ме? Мен шындықты айтсам ренжімейсің бе? Жоқ, не десең де ренжімеймін. Мен көрші әйелмен ұйықтап жүрмін. Бір бөтелке арақ беріңізші. Жасың нешеде? 23-темін. Біз бала-шағаға арақ сатпаймыз. Ой, мамай! Кешкісін. Күйеу үйде жоқ. Әйелі мазасызданып отыр. Мүмкін басқа әйелмен жүрген шығар. Баяғыдан сезетінмін. Анасы: ой, балам-ау, неге бірден жаман жаққа бұрасың? Бәлкім машина қағып кеткен болар. Әйелі программист күйеуін дүкенге жібереді. Бір батон алып кел, ал егер жұмыртқа болса, 10 ал. Күйеу дүкенде: бір батон беріңізші дейді. Оған батон береді. Рахмет. Ал жұмыртқа бар ма? Бар. Онда тағы 9 батон беріңіз. Астанада үлкен бір ғимарат салуға тендер өтеді. Алдымен немістер келеді. Жобасы 10 миллион. Сосын түріктер шығады. 5 миллион. Енді қазақ компаниясы сөз алады. Бағасы 15 миллион. Ойбай, баға неге аспандап кеткен? Енді 5 миллион бізге, 5 миллион сізге, 5 миллион түріктерге сауып береді ғой солар. Жұмысқа кешігіп келген ер адамнан бастығы: неге кешіктің? Қайда болдың? Мен кішкентай баламды таңертең балабақшаға әкелсем, ол оның балабақшасы емес екен. Сосын басқа балабақшаға бардық. Ол да оңке емес. Ары қарай не істедің? Не істедім? Үшіншіге апардым. Тағы да қателестік. Сосын не болды? Төртіншісіне келгенде менің ұлым маған былай деді: әке, тағы бір балабақшаға барсақ, мен мектепке кешігіп қаламын. Қазақстан делегациясы Қытайға келеді. Қытайлар олардың құрметіне сәнді қабылдау ұйымдастырады. Біздікілер сұрайды: банкетті қай ақшаға жасадыңдар? Бүкіл әлемде кризис қой. Қытайлар терезе алдына апарады да: көпірді көріп тұрсыз ба? Иә. Оның құны 30 миллион доллар. Біз тендер өткіздік, және оны 25 миллионға салған компания табылды. Қалған ақшаға қазақ достарымызды қонаққа шақыра алдық. Біраз уақыттан кейін Қытай делегациясы Қазақстанға келеді. Олар үшін патшалық қабылдау ұйымдастырылады. Қытайлар: бұл қалай? Қандай ақшаға? Деп сұрайды. Біздікілер оларды терезе алдына апарып: көпірді көріп тұрсыз ба? Жоқ, міне осылай. Бір ер адам ветеринарға қоңырау шалып жатыр. Сәлеметсіз бе? Бұл сіздің клиентіңіз Қайрат. Қазір сізге енем ескі итпен барады.
сіз оған қиналмасын деп бір күшті укол салып жібере аласыз ба? Ветеринар: ит өзі үйге жол таба ала ма? Американдық: бізде бала 18-де бөлек тұрады. Қазақ: бізде бала 30-да да мама ет қайда деп тұрады. Білесің бе, Дәулет ауруханаға түсіп қалыпты. Қызық екен, кеше ғана кешке сұлу бір қызбен жүргенін көргем. Иә, білем, әйелі де көріп қалыпты. Әйелі күйеуіне: ана көршіңді қараш, күнде таңертең жұмысқа кетерде әйелін сүйіп шығады. Сен неге олай істемейсің? Мен оны танымаймын ғой. Тойдың маңыздылығы туралы. Той қашан болады? Алдымен кредитті жауып алайық. Қайсысын? Өткен тойды. Дәрігер, мен мұны қалай емдей аламын? Қазір интернеттен қарап көрейін. Мен өзім ақ интернеттен қарай аламын ғой. Өз бетің шемделмей қойайық, бауырым. Бір фирманың бастығы басқа фирманың бастығынан сұрайды: неліктен сенің бағыныштыларың бәрін екі рет қайталап айтады? Білмеймін. Жұмысшы өз бастығына келіп: менің әйелім маған сізден айлығымды көтеруді сұрауымды айтты. Жақсы, бұл ұсынысты мен өз әйеліммен талқылайын. Әйелі: саған ең жақын дос болғым келеді. Күйеуі бір шеше арақты алып, екі рюмке қойды да: қой, айта берейін, жүйкемді әбден тоздырдым. Шайдың маңыздылығы туралы. Түрік досы: бізде шай бір стакан. Қазақ: бізде шай бірінші кел шай іш, сосын қал шай іш, сосын тағы іш, сосын кетпе іш. Неміс қазаққа қонаққа келді. Қолында дәптер, қалам. Мен бәрін жазып отырам. Қанша кісі келді, қанша ет кетті, қанша сөз айтылды, тәртіп керек. Қазақ: бізде де жазылады, бірақ бәрі жүрекке жазылады, бауырым. Түнгі сағат 3-те орыс көрші қазаққа: соседи, у вас музыка играет в 3 часа ночи. Қазақ: кешіріңіздер, той біраз созылып кетті. Келіп кетіңіздер, бәліш бар әлі. Ой, ну раз так, Надежда, иди чай попьем, нас в гости позвали. Бірде қазақ пен жапон кәсіпорнының директорлары кездесіп қалады. Екі кәсіпорында бірдей өнім шығарады, көлемі де бірдей. Қазақтың директоры жапоннан сұрайды: сендерде қанша адам жұмыс істейді? 9, дейді жапон. Ал сендерде ше? Қазақтың шын мәнінде 500 адам жұмыс істейтіні белгілі, бірақ ол 10 деп жауап береді. Келесі күні жапон: кешегі жауапты ойлап отырып, түнде ұйықтай алмай қалдым. Сенің 10-шы адамың сонда не істейді екен? Достық заңы. Қатты ұнамаса да лайк басу міндет дегендей әзілдерімізді бастайық. Қалалық бала: біздің үйде Wi-Fi жоқ болса, өмір тоқтап қалады. Ауылдағы бала: біздің үйде сиыр жоқ болса, өмір тоқтап қалады. Айбек, неге құстар оңтүстікке ұшады? Себебі жаяу бару оларға қиын ғой. Қазақта екі нәрсеге алдын ала дайындық басталады: тойға және құда келуге.
бірақ екеуінің де нақты күні белгісіз. Айтыскер мен Вайнер туралы. Сен неге айтысқа шықпайсың? Вай, мен TikTok пен YouTube'да комментпен айтысып жүрген адаммын ғой. Чиновник туралы бірнеше әзіл. Аға, мына көшені жөндейсіздер ме? Әрине, келесі жылдан кейінгі жоспарымызда бар. Ол қандай жоспар? Ұмытылып кететін көшелер 20-30. Чиновник пен жоба. Бізде 3 жоба бар. Бірі қағазда, бірі презентацияда, бірі Instagram стористе. Ал нақты жұмыс қайда? Ол келесі айда өтетін тендерде. Чиновник пен жиналыс. Аға, бұл қандай жиналыс? Маңызды. Қандай тақырыпта? Қай жиналысты тағы жиналыспен талқылаймыз деген жиналыс. Әйелі күйеуінен сұрайды. Қайда жүрсің? Итпен қыдырып келдім. Біздің итіміз жоқ қой. Далада танысып едік, жақсы тіл табысып кетті. Баласы әкесінен сұрайды. Әке, маған айтып бере аласың ба? Қай әйелдер ең адал? Қара шашты, қызыл шашты, әлде сары шашты? Ақ шашты, балам, ақ шашты. Тойға сценарий дайындадың ба? Әрине, келін кіргізу, құда шақыру, би, тост, тағы тост, және тойда кім төбелеседі деген интрига. Қоян мен аю түрмеде отыр. Камераның есігі ашылып, ішке түйені итеріп кіргізеді. Сонда қоян аюға қарап. Сен айтушы едің, Миша, мұнда ешкімді сабамайды деп. Анау жылқыны не күйге түсіргенін қарашы. Қазақтың үйде ештеңе жоқ дегені ет, бауырсақ, салат, торт, компот. Сосын ішетін ештеңе жоқ деп шайдың 5 түрін ұсынады. Сонда мен нағыз қазақ емеспін бе? Менде үйде ештеңе жоқ дегенде, реально үйде ештеңе жоқ. Қыз бен жігіт ауылда серуендеп жүр. Қыз: сенің арманың не? Жігіт ойланып тұрып: 2 сиыр, 1 трактор, 15 гектар жер. Қыз: яғни мен жоқпын ғой ол арманда. Жігіт: сен бе? Сен сол жердің иесі боласың. Мен жай қара жұмысшы болып қалам.